Ардақты жанкерлер, бүгінгі турниріміздің басты айқасы. Көкбұрышта Дархан Ысқақов кәсіпқой рекорды 3-0 жеңілістермен татып көрмеген файтер. Ал оның қарсыласы және NFC титулының басты үміткері Асу Алмабаев. Кәсіпқой мансабында 13 жекпе-жек өткізіп, оның 11-інде жеңіске жеткен жауынгер. Халықаралық дәрежеде үлкен айқастарға шығып жүрді және M1 Global тұжырымының чемпионы атанғанын біз білеміз. Жас айырмашылығы бар екен. 32 жаста Дархан және Асу 26 жаста. Бұл қаншалықты әсер етуі мүмкін? Жекпе-жек барысында. Енді біздің бүгінгі мына палуандарға қарайтын болсақ, 30 жастан кейін мықты көрсететін палуандар көп. Бірақ енді аралас жекпе-жекте ол жас қатты әсер етіп жатыр біздің қазақтарға. Ойламаймын. Дегенмен Асу жастау, шамалы шыдамдылығы да көктеу болу керек. Жылдамдығы да тек көктеу асу керек мына Дархан бауырымыздан. Сондықтан енді бір кішкене әсерін береді деп есептеймін. Но бір мүнжеде бір бар да, Дархан бауырымыз деген кезінде мен бұны бір ұқсастырған Шах Қазақ деген Шыңғыс бауырымыз бар. Шыңғыс Қайран. Шыңғыс Қайран. Екеуі шамалы ұқсайды. Деген жоқ бұл жігітте. Бұл жігіт тек қана құлатқысы келіп жүр. Бұл қазір осы өстіп жүріп өзінің шансын іздеп, тек бір сәтін пайдаланып, тигізгісі келіп арт қолын дайындап жатқан өздерін көріп отырсыңдар. Сонымен қатар Асуда оны түсініп тұр. Мына көрдіңіздер, осы сәтті пайдаланып, ұстап алғысы келіп тұр. Бұл аяқ көзіне қарасаңдар, Дархан аяғына қарап тұр қазір. Міне айтқандай өте қауіпті жауынгер. Сондықтан бұл деген жеңіл қарсылас деп айтуға болмайды. Бұл жекпе-жек Асу үшін бір оңай сынақ болады деп айту қиын. Себебі жаңа біз Дарханның өткір шабуылдарын көрдік. Және естеріңізге сала кетеміз, титулды айқас 5 минуттан 5 раундқа ұласады. Бір соқшы жеңісті тиді. Енді бұл жерде Асумен коронкасы жақындап келеді, оның бұл айдысы. Бұл жерде енді бұқтыларды ойламайды, бірақ дегенмен өте қауіпті. Қорғаның басына көбісі ешқандай қарап атқан бұл жекпе-жек осы әдіспен аяқталады деп ойламаймын. Біз енді қазір Дарханның физикалық тұрғыда қаншалықты үлкен дайындықпен келгенін дәл бір осы сынақта болса, көз жеткізетін боламыз. На самом деле очень крепкий парень Дархан. В первом раунде вы заметили, что достал его удар рукой. Да, но надо отдать должное, конечно, Дархану. Сумасшедший характер, несмотря на то, что сейчас в очень неудобной позиции находится. Находит Гречева, достает ударами. Я думаю, немногие бойцы, которых мы даже сегодня видели и на предыдущих турнирах, показывали такое, что когда ты находишься в одном шаге от удушающего приема, ты еще и просто достаешь соперника. Мне даже изначально казалось, что скажется ли замена соперника на настроение в целом Асу Алмабаева, но накануне в Амстердаме я думаю, что он очень заряжен. Эта ситуация нисколько не смутила. Асу, в принципе, фанаты ММА знают очень зрелищного бойца с характером. Очень сложно было Асу. Почему? Потому что прям сзади соперник поменялся, и он принял решение драться с другим соперником. Қылқындыру әдісімен жеңіске жетіп, NFC чемпион атағына ие болған Асу Зулфикар